Мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек қолын созу өте үлкен сауапты істердің бірі. Сарыағаш аудандағы Аян шипажайына келген емделушілер міне осындай жақсы істі қолға алып, Айман Шолпан атты егіз сәбиге қаржылай қолдау көрсетті. Толығырақ тілшіміз айтып береді. Бәрімізге белгілі ДЦП ауруына шалдыққан бала әрдайым ем-дом қабылдап тұрмаса, оның жағдайы кері қарай кетуі мүмкін. Міне сондықтан Шымкент қаласының тұрғыны Дайрабаева Мінәш Айман Шолпан атты немерелерін Сарыағаш қаласындағы Аян шипажайына әкелген екен. Онда екі бүлдіршіннің жағдайын көрген демалушылар, нақтырақ айтқанда Шымкент қаласының тұрғындары бірігіп көмек қол ұшын беруге шешім қабылдаған екен. Осы өшеде мінекей демалып атқан жерде арамызда осы екі жас қызымыз болып ДЦП-пен ауырған, соны көріп жанымыз ауырды. Соғаннан кейін кеше өзіміз өшеде біраз жігіттер қыздар өзі отырып әңгімелесіп, осы кісіге кішкентай қор жинап, қолдан келгенше жәрдеміміз берсек қайтеді. Әйтеуір Алла разы болсын, әйтеуір осы кісіге сәл де болса да мына жаңа жылға деген екі жасын бір көңіл тапсақ деген ойымыз бар еді. Соған мінекей бүгін осындай мероприятие болып қалды. Сол мероприятияға пайдаланып, мінекей осы шипажайдың хозяиндарынан ауыз айтып, осы кісілер ұйымдастырып, осының бәрін наған екен, біздер осыны ұйымдастырып отырмыз. Мінекей әрине Алла разы болсын, осы екі жас бақытты болсын. Біріншіден мынау барлығымызға осы мүгедектерді қолдап білдіріп отқан үкіметке рахметімізді айтамыз. Екіншіден осы жерде мына шипажайдың ұжымдарына, басшыларына рахметімізді айтамыз. Осы жерде кеп демалып жатқалы, осы жерде үлкен ағалар, аталар, әпкелер бар. Сосын осы шипажайға мынау Айман Шолпан деген бір егіз сыңар қызымыз кеп демалып жатқан екен. Осы шипажайдың ең кішкентай емделушілері. Бәріміз ұйымдастырып, осы екі қызға жаңа жылға сыйлық болсын деп, осы жерде барлығымыз келісіп, кішкене қолымыздан келгенше қаржы жинап, қолдау көрсетіп, бүгін осындай мероприятияны пайдаланып тапсырдық. Бәрімізге Алла разы болсын. Осы шипажайдың ұжымына, мынау медсестра қыздарына, аспаздарына, бүкіліне, еден жуушыларына дейін барлығына рахметімізді айтамыз. Екі қыз бен олардың әжесінің көңілін көтеріп, еңселерін түсірмеу мақсатында Аян шипажайы басшысымен бірге ақылдасқан емделушілер кішігірім концерттік іс-шарада ұйымдастырып берді. Сондай-ақ қол ұшын созып, көмектескен қайырымды жандарға егіз сәбидің әжесі үлкен рахметін айтты. Енді осы Шымкент қаласында тұрамыз. Мына екі немеремен Аян деген осы жерде санаторий бар екен, соған демалуға келгенбіз. Осы жердегі жаңа аға, апалар бәрі мына екі қызды көріп, осыларға қол ұшын беріп көмектесіп жатыр. Санаторияға рахмет. Емімізді алып отырмыз осы жерде. Құдай қаласа, жақсы болып кетейік. Міне осындай көмекке мұқтаж жандарға көмек көрсету де ең үлкен сауапты істердің бірі. Хуснидин Хасанұлы, Айдос Дәулет, Сәттелер арнасының жаңалықтар қызметі.